Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін кезекті жаратылыстану сабағымыз. Сабағымыздың тақырыбы өсімдік бөліктері қандай қызмет атқарады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты өсімдік бөліктері қандай қызмет атқаратынын білетін боламыз. Сабақ өсімдікті ұстап тұрады. Ол су мен қоректік заттарды басқа бөліктерге өткізеді. Жапырақтардың пішіні мен көлемі әртүрлі болады. Олардың көмегімен өсімдік қоректенеді, әрі тыныс алады. Өсімдік гүлінің орнына жеміс пайда болады. Жемістің ішінде тұқым пісіп жетіледі. Өсімдік тамырының пішіні, жуандығы, ұзындығы әртүрлі болады. Бұл топырақтың қаттылығына, жұмсақтығына және ылғалдылығына байланысты. Мысалы, шөл өсімдіктерінің тамырлары ұзын, себебі олар суды өте тереңнен алады. Балалар, өсімдік тамырларының қандай қызмет атқаратынын тәжірибе жасап көрелік. Тәжірибемізге қажетті заттар таза су, таяқша, калий перманганаты және ақ мақта. Енді біз балалар калий перманганатын таза суға салып араластырамыз. Суға таза ақ мақтаны батырып көрелік. Қандай өзгеріс болды? Әрине, мақтаның түсі өзгерді. Қызғылт түске енді. Бұл нені білдіреді? Бұл балалар мақта суды және судағы басқа заттарды бойына сіңіріп алды. Міне балалар, өсімдіктің тамырлары да осы мақта тәрізді топырақтағы суды, минералдық заттарды бойына сіңіру қызметін атқарады екен. Оқушылар, бүгін біз өсімдік бөліктерінің қызметін анықтадық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.